Кофеге қанттың орнына бал қосып ішсеңіз, ағзада қандай өзгеріс болатынын білесіз бе? Іш қату бүгінгі маңызды аурулардың бірі болып тұр. Тіпті ішті босататын дәрілермен дос болып алғандар да бар. Ал кейбір үлкен дәретке аптасына бір рет барса да қалыпты қабылдайды. Кейбір мамандар ішті босататын дәріні көп ішуге болмайтыны туралы айтып жатады. Уақыт өте дәріге тәуелді болып қалуымыз да мүмкін. Сондықтан да дерттің дауасын тауып, үй жағдайында қалай емделу керек екенін ойлап таптық. Іш қатуға мына жағдайлар себеп болады екен: дұрыс тамақтанбау, асқазан ішек жолдарына ота жасау, психологиялық стресс, жүктілік, сұйықтықты аз қолдану. Бұл іш қатуға себеп болатын алғашқы жағдайлардың бірі ғана. Егер сізде 3 күн қатарынан іш қату болса, онда дәрігерге тексеріліңіз. Немесе мұны емді қолданып көруіңізге болады. Бұл халықтық емделу әдісі емес. Кез келгеніміздің ас үйімізден табылатын азықтардың көмегімен аурудан айығудың жолдары болып саналады. Кефир мен май. Бір стакан кефирге бір ас қасық өсімдік майын араластырып, аз жұтымнан ішесіз. Емді ұйқыға жатар кезде жүргізу керек. Кефир ішті босатып, ішектің дұрыс жұмысын істеуіне септігін тигізеді. Ал май іштің қабырғаларына жабысып, қалған қалдықтарды сыртқа шығаратын қасиетке ие. Екінші кеңесіміз сүт пен бал. Ыстық сүт ішті жүргізеді, әрі ішектің кебуін емдейді. Ал ол үшін аш қарынға бір стакан ыстық сүт ішуді әдетке айналдырыңыз. Егер дәмі ұнамаса, бір шай қасық бал қосуға да болады. Артынан таңғы асқа отырасыз, өздеріңіз білетіндей, бал мың бір дертке дауа. Ал сүттің де бірнеше ауруды емдейтін қасиеті бар. Үшінші кеңесім: бал мен кофе. Күнде таңертең бір немесе 2 шыны кофе ішуге әдеттеніңіз. Бірақ кофеге сүт пен қант емес, керісінше бал қосу керек. Бұл сусын бойыңызға сергектік сыйлайды, әрі іш қатудан арылтады. Ем үшін кофенің табиғи түрін таңдағаныңыз жөн. Табиғи кофе ішті жүргізеді, әрі шлактардан тазалайды. Төртінші кеңесіміз: бал мен су. Жоғарыда айтқанымыздай, балдың қасиеті орасан. Оны өзін жесеңіз де, суға салып ішсеңіз де емдік қасиетін жоғалтпайды. Осы орайда балдың көмегімен іш қатудан арылатын 2 жолды ұсынамыз. Ыңғайлысын өзіңіз таңдап алыңыз. Күніне 2 рет бір ас қасықтан бал жейсіз. Біріншісін таңертең, екіншісін кешке жеу керек. Бір стакан қайнатылған жылы суға бір ас қасық бал араластырып, аз жұтымнан ішіңіз. 1 сағат өтпей-ақ жағдайыңызға оң әсерін көрсетеді. Сумен де емделуге болады. Ем үшін ішетін минералды суды де температурасына шамалап жылытасыз. Сосын 1 стаканнан тәулігіне 3 рет ішетін боласыз. Кәдімгі минералды судың пайдасын сіздерге айтайын. Қатып қалған нәжісті босатады. Желдің шығуына ықпал етеді. Тікішектің қабырғаларын қалдықтардан тазалайды. Іштің біруін емдейді. Ішекті аурулардан қорғайды. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.